жазған кітаптары 100 секунд тоқтатқанда. Сол имам Ғазали көптеген кітаптар жазып кеткен. Сол кітаптардың бірі мына қолымдағы адасқандардың түрлері деген кітап. Өзі кішкентай кітап. Бірақ бұл адасқандардың түрлерінен бәріміз өзімізді табамыз да, өкінішке орай. Сөйтіп имам Ғазали былай бастайды. Жалпы дейді, мақлұқтар дейді, жанды және жансызға бөлінеді дейді. Сөйтіп жандыны мукаллиф пен мухмал деп бөледі. Мукаллиф деген кімге Аллах тағала ғибадат етіңдер деп сөйлеп жатыр. Солар, олар яғни кішкентай балалар емес, жаңағыдай жынды адамдар емес деген сияқты. Кімге намаз оқы деп шариғаттардың үкімдерін бұйырып жатыр, оларды мукаллиф дейді шариғатта. Яғни таклиф етілген, мойнына жүктелінген. Оша бір дееспособный дейді, сол сияқты да, мысалы. Ол заңы жауап береді, заң болса. Сол сияқты бұл жақта мукаллиф деп бөледі. Сол мукаллифтар тағы екіге бөледі. Жахил, білмейтін адам, надан адам және алим дейді, ғалым. Және сол әрқайсыны тағы екіге бөледі. Ғалымды фасих болады дейді. Білімі бар, бірақ фасих та. Ол күнәһар және білімсіз. Ол да фасих пен және тақуа болады. Сол сияқты ғалымда фасих болады, тақуа болады екен да. Ілімге байланысты емес екен деп жатыр да. Сөйтіп кейін айтады, енді мен сендерге әр топты жақсылап баяндап берем, және де соның емін берем деп айтып жатыр да. Сөйтіп бастайды. Бірінші топ дейді, олар кәпірлер. Олар бұл дүниеге алданды, және олар шайтан оларды алдады деп, оларды екіге бөліп жатыр да, алданған, немен алданды дегенде. Қайдан алып жатырмын? Құраннан алып жатыр. Стауыз біле. Фәлә тағураннакумул хаятуд дуния, вәлә яғураннакум биллахил ғарур. Сендерді бұл уақытша өмір алдамасын дейді Аллах Тағала. Және Аллах Тағала жайында сендерді шайтан, бірақ шайтанды бұл жерде алдаушы дейді да, ғарур дейді да. Алдаушы алдап кетпесін, Аллах Тағала жайында дейді да. Сөйтіп кейін имам Ғазали айтады, бұлардың емі дейді, не иман келтіреді дейді. Құран сүннетте келген хабарларға не жақсылап тұрып ойланып, өзіне ақылмен бір қанағаттанатын дәлел табады дейді да. Тафакур, ойланады, ізденеді. Абай атамыз айтты ғой, ақылды адамға иман парыз деп айтты да. Иманды адамға намаз парыз дегенде, сол жақта ақылды адам, біздің Матруди мектебінде айтады, ақылды адам Құдай бір екенін табу керек, ойланып соған жету керек дейді. Сөйтіп ол айтады, сөйтіп ол дейді да, кәпірлер халдері мынандай деп айтып жатыр да. Олар айтады, наличка, наличка қазақша, қолдағы ақша дейді, инвестициядан жақсы ғой деп айтады да. Яғни ертеңгі жаңағыдай кеш төленетін немесе инвестиция қылынатын нәрседен наличка жақсы ғой дейді. Яғни олар айтады, бұл дүниенің ләззаттары, бұл дүниенің рахаттары, бұл анық болған нәрсе дейді да. Оны біздің бүкіл сезімдеріміз көзде көріп тұр. А сен айтып жатқан нәрсе, жаннат деген нәрселер, ол бір сондай бір алыста, белгісіз, кім барып кепті деген неғып, солардың халдері сондай дейді да, олардың. Бірақ дейді, біз үшін дейді, бұл өмір уақытша да, ал о дүние ол мәңгілік. Сол үшін бұл дүние қанша көп ақшам болса да, біт қалады да, бұл дүние сен өліммен үзіп қаласың да одан. Ал о дүниедегі аз болған нәрсен мәңгілік та. Сол үшін біздің түсінігімізде жаңағыдай біздің инвестиция қазіргі наличкамыздан жақсырек деген бізде сондай сезім да. Ана жаққа жіберіп тұрамыз да, уақытымызды бөлеміз да біз. Сонда айтады, сол кәфірлер ойланса дейді да, Аллах Тағаланы бір екеніне, Аллах Тағаланы жаңағыда бар екеніне сеніп, сөйтіп Аллах Тағаланы кітабіне иман келтірсе дейді. Сол кезде олар сол адасудан, ғару, сол ауданудан құтылар еді дейді. Сөйтіп айтады, екінші мәселе ол, егер ақылмен жаңағы Аллах Тағала бір екеніне қалай жетеді? Ол қарайды, мысалы, әлемде барлық нәрсе өзгеріп тұрады екен. Значит, әлем
әрдайым өзгереді нәрсе ол біреу жаратты да оны. Себебі біреу жаратпаса бір нәрседен бас салу керек қой деп өзі бір ойланады және ойлайды да қарайды. Мынау әлемде басқа діндердің барлығын, мысалы олар құдайлары нелер осы әлемнен болғанды, құт болсын, тағы Иса алейхиссалам құдай деп айтады, осы әлемнен болғанды. А бұл әлем өзгеруші да, мүмкін емес те, ақылмен ол өзгеретін құдай болу, немесе 2-3 құдай болу. 2 құдай болса біреуінен жаратамын дейді, біреу жаратпаймын дейді, екеуі қарсы келіп қалады, біреуің күші көп болып кетеді, онда құдай болмай қалады да біреуі. Сол сияқты сондай логикалық ізденіп соған келу мүмкін. Гректерде Аристотель солар мысалы бір құдай бар екенін өздері келген, өте үлкен мыслитель болған, солардың дәлелдер бар, кітаптарда келген, олар бұл құдай бар екенін келген да. Сол сияқты Африкада тағы бір жерде өмір сүретін кейбір тайпалар бар, ешқандай бір мәдениетке араласпаған. Олар да барса, зерттесе оларды бір құдайға табынады екен да. Сондай тайпалар бар, ешкімді көрмеген, Австралияда сондай бір құдайға табынады екен, соған жеткен екен да, олардың фитраттары таза. Пайғамбарымыз айтты ғой, барлық адамдар фитратында туылады деп айтты. Енді ары қарай айтып жатыр да, сол кәпірлер жаңағыдай бұл өмірді шын седеді, барлық күштерін осы ләззаты дүниенің ләззаттарынан жету үшін сарыптайды. Мына жақтан өткізем деп қанша жаңағыдай ары бері жүреді, Парижға барады, тағы бір жерге үлкен қарызға кіреді. Сол сияқты болмайтын бір ләззаттар үшін көп күштерін құртады да. Енді айтып жатыр имам Ғазали, осы жерде бәрімізге ол тиетін нәрсе айтып жатыр. Иманы әлсіреп кеткен мұсылмандар дейді, олардың іс-әрекеттері тура сол кәпірлер сияқты дейді. Олар о дүниеге дайындалып жатқан жоқ, осы дүниенің ләззаттарына бәріне кіріп жатыр, рахаттанып жатыр. Тіпті кейбір мұсылмандардың тірліктері жаңағыдай сол кәпір адамдардың тірліктерінен де қатты болып кеткенді. Сондай өзіміз көрдік енді, соншалықты бір дүниені жақсы көрген адамдар ұрлап түрмеге түсіп кетіп жатыр мысалы. 20 жылға, 15 жылға, 10 жылға. Соншалықты жақсы көреді. Жас, 20 жасар адамдар, 20 жасар өмірі алда, бірақ ол шыдамай соншалықты жақсы көреді. Мұсылман баласы дүние үшін кәпірлерден де өтіп кетіп жатыр да. Сонда Аллах Тағала айтады Құранда, сондай бір қорқынышты аят бар. Фаламма насума зуккиру бихи дейді. Оларға ескертілген нәрсені ұмытқан кезде фатахна лахум абуаба кулли шейин. Біз дейді, барлық нәрсенің есіктерін оларға ашып қойдық. Біз көреміз сондай адамдарды. Намаз бастайды, намаз бастап сондай бір дінге келеді, бір кездері жұмыстары жүріп кетеді, наштан бір бизнес ашып алады, үйленіп алады, тағы сол сияқты бір өмірдің әр тарапы гүлдене бастайды да. Сөйтеді, намаз оқымай кетеді. Намазын оқымай кетеді. Как будто сол намазды, сол мақсаттардан жету үшін ғана оқыған сияқты да. Сөйтіп, намаз, бауырым намаз оқымай кеттім ба десен, уақыт жоқ енді, уақыт жоқ дейді да. Проект, андай болады деп. Қазір мен мынаны бітірейін, бастайын деп. Мәз болып жүреді да. Аллах Тағала мені жақсы көреді деп ойлайды да ол ше. Аллах Тағала мені жақсы көреді деп ойлайды. Бірақ Аллах Тағала кәпірлерге де жүре тұрыңдар бұл дүниеде, жеңдер, ішіндер деп. Ертеңгі күн мен алдыма келесіңдер деп жатыр Аллах Тағала. Кәпірлерді ауданып жүр ғой бұл дүниеге. Сол сияқты күнәһар мұсылмандар да сөйтіп, аналар жүр ғой жаңағыдай күнә істеп, біз де сөйтіп жүрсек нәрсе қылмайтын шығар деп жүрді. Бірақ ол Аллах Тағаланың алдында дәрежесі түсіп кеткен, осы дүниеге ауданып қалған, намазында оқымайды, зікірі жоқ, ғибадат айсыз дегендей. Сөйтіп ауданып қалады да. Айтады Аллах Тағала, фатахна лахум абуаба кулли шейин. Барлық нәрсені олардың есіктерін ашып қойдық дейді оларға. Фаиза фариху бима уту. Берген нәрсеге қуанып қалған кезде дейді. Жаңағыдай успех дейді ғой жан жақтан. Ахознахум бағтатан. Бірден олар ұстадық дейді да. Қанша сондай адамдар бар. Банкрот болады. Қайтыс болады. Тағы бір нәрсе болып қалады. Кәдімгідей. Сол кезде қайтадан Құдайды іздеп кетеді. О, жаннада. Несі? Сүйенетін, өмірдегі сүйенетіндері, звондап шешетіндері болмай қалған кезде жүгіреді сол кезде.
ақыретте не болады? Өліп кетсеші сол халде мысалы. Сол сияқты айтады. Кейін имам Ғазали көп түрлерін жазады, адамдардың түрлерін. Соның ішінде ілім жолында жүрген бауырларды жазады. Бауырларымыз бар мысалы. Солар жайында жазады. Айтады. Ілім алады дейді, толиптар дейді. Шейхтардың алдында дейді. Кітапты ашып қойып отырады, сөйтіп ойлайды. Біз емес па мұсылмандардың ең таңдаулысы, Алла жолында шыққан, періштелердің қанатында жүрген. Біз емес па жәннатқа кірмесек бізден кім басқа кіреді деп кәдімгідей сөйтіп соған сенеді дейді да. Бірақ амалы жоқ істейтін дейді, ешқандай. Жүректің ауруларымен айналыспайды дейді. Қосымша ғибадаты жоқ дейді. Тек қана сол кітаптарды бітірсе, болды, сонымен ойлайды, менен мықты жоқ деп ойлайды. Біреулер бар дейді, сопылар дейді. Оларға шейхтар айтады, бүгін 500 рет истихфар айт, 1000 рет салауат айт, 2000 рет Алла деп айт, тағы зікірлер айтады да. Солар санға сүйеніп алған дейді да. Әйтеуір, сөйтіп ойлайды, әйтеуір соны толтырып жүрмін ғой деп, күніге толтырып жүрмін ғой дейді да. Бірақ дейді, жүрегі дейді да, қара дейді да. Біреуге дейді, сыйлық кеп атса, патшалармен біреу жақындатып атса өзіне, кәдімгідей көре алмайды дейді. Іштері ашиды, ғайбат айта бастайды дейді. Сөйлей бастайды дейді. Ана адам жайында әйтеуір нете бастайды. Ол белгі дейді, ненің белгісі? Оның зікірі дейді да, тілінде ғана дейді. Жүрегі емделмеген дейді. Соңын тағы бір көп сондай бөлімдер келтіреді. Бай адамдар келтіреді, айтады. Бай адамдар бар дейді. Соншалықты дейді да, олар саран соншалықты дейді. Уақыттың бәрін дейді да, түнгі тахаджуд оқиды, күндіз нәпіл ораза ұстайды, уақыттың бәрін сонымен өткізеді дейді. Бірақ ол дейді, бай дейді. Ол негізі дүниесін қалай жұмсаймын екен деген оймен жүру керек еді дейді. Соны дүниесін жұмсамау үшін ғибадатқа беріліп жатыр дейді да. Сондайлар да болады екен да. Сон айтады, емі дейді, ол жүректі тазалау. Біздің қайсыларымыз бір-бірімізден сұрасақ та, бауырым, сен мінезіңмен айналысып жатсың ба? Мінезіңді жақсартып жатсың ба деп бір-бірімізден сұрасақ та, қайсыларымыз мінезімізбен айналысып жатыр? Жазып кәдімгідей, менде сарандық бар. Мен күніге 100 теңге садақа беріп, оны емдеймін. Менде ашуым тез шығады. Ашуым басу үшін осындай нәрселер істеймін деп. Әркім өзінің мінездері бар ғой енді. Дінімізде құпталмаған жаңағы Аллах Тағала оның құртына деп айтқан, айтады Аллах Тағала, «Қад афлаха ман тазакка». Өз-өзін тазалаған ғана не істейді? Жеңіске жетеді дейді. Өз-өзін тазалаған деген мінезін өзгерткен, сондай нұрлы, сондай бір үйдегілеріне қамқоршы, көшедегілерге де өнеге болатын сондай мінезі жұмсақ мұсылман. Соны айналысып жатқандар өте аз ол нәрсемен. Мен мінезім сондай дейді. Пайғамбарымыз не үшін келді онда? Не үшін онда пайғамбарымыз айтты, ақырет күні таразда ең ауыр болатын нәрсе ол адам мінез құлқы деп айтты ғой. Көркем мінез деп айтты ғой. Және айтты, «Инни бу'итсу лиутаммиму макаримал ахлақ». Мен мінездерді кемелдікке жеткізу үшін келдім деп айтты. Қазіргі психология олар нафсул лауаманы ғана зерттейді. Ол нәфстің бірінші қадам, бірінші деңгейдегі ғана зерттейді да. Құранда 7 нәфс келген. Соның ең соңғысы нафсул мутмаинна да. Олар бір нәфсті ғана зерттейді, 6 нәфсті зерттемейді. 6 нәфсті олар біздің ғалымдарымыз ашып берген да, ұстаздарымыз ашады оны. Уағыздарда ашатымыз да оны. Соған жету үшін бізге сол мінезімізбен айналысу керек. Кәдімгідей қандай жаман нәрсе бойымда бар деп, сонымен 1 жыл, 2 жыл айналысу керек сонымен. Күніге соған қарсы бір амал істеу керек. Сөйтіп жүріп, 50-60 жаста әулиелікке жетеміз да сол кезде. Иншалла. Кейін зікір деген мәселе бар. Біздің шейхтарымыз көп айтады соны. Зікір дейді, азкар деген кітап бар. Зікірлер деген имам Науи атақты ғалым. Сұлтан Бейбарыс заманында өмір сүрген. 40 хадис Науи деген білесіздер, Рият Солихин деген кітапты. Сол сияқты азкар деген кітап бар, зікірлер. Сол зікірлер кітабын айтады. Адамда дейтін ауру пайда болуы мүмкін да. Мысалы, бізде айтады, бессимптомный коронавирус дейді.
пайда болды да. Сөйтіп осындай бір отырысқа келді да, бір қымыздан тартып жіберді да, сөйтіп ауру кетіп қалды сонымен. Бірақ ол білген жоқ та, ода ауру болды, және кетіп қалды. Сол сияқты зікір да, біз білмейтін жан дүниеміздегі, жүрегіміздегі ауруларды емдейді екен да. Айта беру керек екен да, емдейді екен да ол. 2-3 жылдан кейін жайлап адам басқаша болады. Біз сондай адамдарды көрдік. Мен кешіре алмай жүрім деген кезде 1 сағат зікірге отырғызып, кәдімгідей 1 сағат жылдар бойы жаңа кешіре алмай жүрген да. 1 сағат зікір айтып, сөйтіп кәдімгі жүрегі жібіді ғой. Ол сондай бір зікір адам жан дүниесін толтырады екен да. Сол сияқты оны имам Ғазали Бидаятул Хидая деген тура жолдың бастамасы деген кітапта айтады. Сен бірден бәрін бастап кете алмайсың дейді. Сен бірінші азанда 10 рет истихфар айтшы дейді. 10 рет таң намаздан кейін сәлем бергеннен кейін 10 рет қана айтшы дейді. Бірақ ұзақ айт дейді. Пайғамбарымыз айтты ғой: "Ахаббул амал илаллахи адваму ва ин қолла". Аллахтың алдында ең сүйікті амалдардың ол әрдайым болған амал, тоқтатылмай істелінетін, аз болса да деген. Қазір кайдзен деп соны жапондықтардан тренд болады сол. Кайдзен система, Toyota бәрі кайдзенмен істелінеді екен деп. Кайдзен не десе, күніге кішкентай өзгеріс. Кішкентай өзгеріс, жақсылыққа қарай. Бірден емес. Сол кезде тастап кетпейсің деді. Соны имам Ғазали 17 ғасырда айтып отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадистен алып, пайғамбарымыз 7 ғасырда өмір сүрген. Айтады, күніге 10 рет істе. Кейін 20-ға көтересің, кейін 30-ға көтересің, кейін сол сияқты 100-ге апарасың да. Бірақ оның арасын 2 ай, 3 ай кәдімгідей. Бірақ тоқтамау керек та. Кейін тағы бір зікірді аласың. Мысалы, кім айтады: "Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин қадир" деп айтса дейді да. Ол дейді да, 10 арабтардан болған құлды босатқандай, оның 10 күнәсі кешіріледі, дәрежесі өседі деп Аллах айтты да. Ешкім одан көп амал істемейді, бірақ одан көп айтқан болса ғана істей алады деп айтқан да. Бірақ біз ол зікірді айтпаймыз, білеміз ол хадисті, қандай керемет, айтпаймыз. Соны 100 айту үшін оған бір 10 минут кетеді. Соны күніге 10 реттен айтайық та, азанда таң намаздан кейін. Сәлем берді, айтты. Сол сияқты сіздер жамағатсыздар, үлкен кісілерсіздер. Мынандай мысалы группа ашсаңыздар болады, ішіне жаңағыдай таблицамен 10 реттен бәріміз айттық па, галочка қойып шығып. Немесе ана приложениялар бар, Trello, MyWay деген сияқты. Қоясың, галочка қояды. Бүгін айттым. Бір-бірлерін тексересіз араларыңызда. Кім мысалы үлкен кісі болса, қан жерінде жіктер деп. Бәріміз, не үшін айтпадым, ол қалдым ба деп. Сөйтіп бірімізге жақсылыққа тартып жаңағыдай. Сөйтіп істесек болады да. Сөйтіп 2-3 жылдан кейін сонда қарап тұрсақ, бізде зікіріміз толық, суннада келген зікірлер толық тұр. Жаңағыдай мінезбен жұмыс істеп жатыр. Керемет нәрсе емес па? Сіздің көп Қазақстанда байқайтын нәрсе, ол адамдар осындай жиындарға көп барады, уағыздарға көп барады, шейхтар, ұстаздарды құрметтейді, ұстаз келсе бәрі күтіп алады, бірақ 90% адам Құран оқи алмайды екен да. А ол намаздағы шарт. Қалай жауап бересіздер? Сіздер мысалы дәретсіз намаз оқып жүрсеңіздер, кейін Аллах тағаланы қалай жауап бересіздер? Аллах тағала айтты ғой, осылай оқылу керек деп. Біздің СНГ-де ғана кириллицамен жаттау деген нәрсе бар да. Әлемде жоқ ондай нәрсе. Әлемде барлығы бірінші араб тілін үйренеді, айн, ха деген әріптерді шығарады, кейін Құранды оқып үйренеді, сөйтіп өзіне намазға жеткілікті нелерді, сүрелерді үйренеді да. Сол нәрсеге көңіл бөлу керек. Өте бай адамдарды көрдім. Олар қариды өзін үйіне тұрғызып, оқса да шамасы келеді да. Бірақ ондай істемейді. Бірақ намаз оқиды да. Намаз қабылмай енді ол. Ол жаңағы мукаллиф қой, оған жүктелген ғой. Намаздың шарттарын орындау керек. Орындап жатқан жоқ. Соған өзіміз, әркім өзіміз қарайық та, сол нәрсе шарттары, фарыздары орындалып жатыр ма деп. Кейін елімізде Арабстаннан келген кезде ең көп байқалатын нәрсе, адамдар разы емес та. Кәдімгідей бәрі кіріп кеткен жаңағыдай. Не көретін, бірақ состояние, халді.
разы емес қой кәдімгідей. Машинасы бар, үйі бар да, разы емес қой. Әйтеуір разы емес қой. Разылық сондай маңызды. Пайғамбарымыз айтқанда, кімде кім дейді да, радиту биллахи роббан. Раббым Аллаға мен разымын. Ва бил ислами динін, және ислам дін ретінде мен разымын оған. Ва би Мухаммадин расулен ва набиен саллаллаху алейхи ва саллям деп айтса дейді да, яғни жүректен айтса разымын деп. Ол іштегі диалог қой Аллах Тағаламен болған. Мәселе сода ғой, сырттан күлу мүмкін, бірақ іштегі разылықта. Уаджибат лаху джаннат, оған жаннат уаджиб болады дейді. Қандай нәрсе да? А бізде адамдар разы емес, жылап жүреді, субханалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, мен дейді жаннаттың алдында тұрған едім, фақырлар деді, топ-топ болып кіріп жатыр екен жаннатқа деді. Осы Рият Солихин кітабына келген хадис. Сөйтіп бір сахаба тұрып, я Расулалла, мен фақырмын ғой деді, мен солармен кіремін ба деді. Пайғамбарымыз айтты, сен бір киім кисең, басқа киімің бар ма деді. Айтты, я деді, сен фақыр емессің деді. Екінші түрде, мен дейді, бірақ киім бар деді, жусам киімім жоқ киетін ауыстырып деді. Айтты, сен азанда тамақ ішсең, кешке ішетін тамағың бар ма деді. Бар деді, сен фақыр емессің деп айтты. Үшіншісі айтты, тұрды айтты, мен киімімді жоқ, күнделікті не жейтін тамағымды жоқ деп айтты. Сол кезде айтты, сол кезде не деп айтты? Сен деді, соған разысың ба деп сұрады. Көрдіңіздер ма? Соған анта родин бизали, разысың ба деді соған. Şimdi ол айтты, я Расулалла, мен разымын деді ғой. Мен Аллаға осы берген тағдырға разымын деді ғой. Сол кезде айтты, сен солардансың деді. Жаннатқа топ-топ кіріп жатқандар деді. Бізде қазіргі халықта қазір жағдай сондай, бәрі наразы ғой. Субханалла, біз 90 жылдары бананды 7-8 бөліп жеп едік та. Қазір альхамдулилля, қазір қараңдаршы. 5 банан бар ғой тамақта. Бірақ адамдар наразы. Сол сияқты иншалла біз разы болайық, зікірде болайық, мінезімізбен жұмыс істейік. Тыңдағандарыңызға алла разы болсын.